Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді бигоди дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын ашытып аламыз. Ол үшін жылы суымызға тұз бен қантты салып, ерігенше араластырамыз. Оның үстінен ашытқымызды саламыз және ұнымызды салып отырамыз. Арнама жазылып, жаңа рецепттерді бірінші болып тамашалау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ұнды өлшеп жазу үшін осылай аз-аздан қосып отырдым. Сіздердің ұндарыңызға байланысты граммы сәл аз немесе көп болуы мүмкін. Бірақ осындай жұмсақ етіп илейсіздер. Лайк басып қолдап отырғандарыңызға рахмет. Осылай бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Әр көтерілген сайын осылай бетін қолымызды сулап басып отырамыз. Екі рет осылай жасасаңыздар, бигодиларыңыз әдемі көтеріліп піседі. Ал енді салмасына көшейік. Ол үшін мен осындай 40 қабатпен фаршты қолданамын. 40 қабатты кішкене ғана майға осылай булап аламын. Міне, осы енді барлығын араластырамыз. Тұз бұрышын салып, араластырып аламыз. Бигодиларды дайындау үшін осындай ыдысқа май құйып, қолымызды майлап, ортасынан фаршты салып, оларды осылай ортасынан жинап отырамыз. Табамызды майлап, бигодиларымызды арасын ашық етіп салыңыздар. Мен осылай фаршпен жасаймын және домалақтап қамырды ғана саламын. Осы уақытта мантаварканы қосып, қайнатып қоя берсеңіздер болады. 45 минутта пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Салатпен, кетчуп майонезбен ұсынсаңыздар өте дәмді болады. Баршаңызға рахмет. Ас болсын.